Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Үсті балаларыңызға шығып тұрғалы бүгін 6-шы күн, соңғы күн, соңғы ойын. Бүгінгі ойыннан кейін келесі плей-оффқа кімдер өткен біз бірге білетін боламыз. Ал әзірге бүгінгі қазылар алқасы құрамында кімдер, командалардың қарсыластары кімдер, дайындықтары қалай екен, сол туралы кішігірім ақпарат сіздерге берсек деп отырмыз. Жайдарман блог каналынан біз бастаймыз. Қатемесақ те, Жайдарманның жаңадан шығып жатқан мәрчтарын бүгін киіп алыппыз екеумізде. Жайдармен және Жайдарман ол жай ғана ойын емес, орта деген. Қалай качествосы қалай екен, сапасы? Качествосы маған өте ұнады. Неше күннен бері киіп жүрсің? Знаешь мне? Не деп өтіп маған? Демала ма екен? Демалады, еще жұмсағандай материалы өте. Бүгінгі қарсылас? Батырқала. Бүгін естіп жатырмын, Батырқала 4 ұпайды толығымен алып кеткен жағдайда келесі турға өтеді екен. Ал сіздерде қауіп бар ма өтпей қалу деген? Бізде қауіп жоқ ондай. Бірақ та енді мейлінше сеткада жоғары орынмен өткен өзімізге жақсырақ болып тұр. Бірінші орынмен өтсек деген ниет бар, көреміз енді. Қазірде бірінші орында тұрсыздар ғой, өткен жолғы ойыннан кейін білмеймін қазылар алқасын одан арман таңғалдыру үшін бүгін не істеулеріңіз керек? Бір өзіміздің кішігірім дайындаған шоуымыз бар. Көресіздер ойында? Мен көрдім ғой. Көрдіңіз. Ол шоумен де кейінірек таныстыра жатармыз. Оны алып кеттім ары қарай? Жарайды. Рахмет. Анау кім чемпионға ұйқы жоқ деп жатқан, Тұрсынбек? Кім анаштан айтып жатқан? Командалар жар. Европолис, по-моему. Мәссаған. Европолис бүгін егерде жеңетін болып жатса, онда Рудный құрамасы келесі кезеңге өтеді екен. Сондықтан да біз нашта Рудный құрамасы көре аламыз, Европолисқа көмектесіп жүрген. Түсініксіз жағдай көбейіп жатыр, Қараңыздаршы, уже бүгін турлардың соңғы күні, бірақ әлі интрига бітер емес. Биыл сезон өте қызықты болып отыр. Командалардың дайындығы өткен сайын, тур өткен сайын қызып, одан арман күшейіп жатыр. Рахмет Тұрсынбек, сәттілік. Арнайы әділет үшін өткен влогтарда көрмедіңіздер. Бүгін соңғы күн болғаннан кейін пайдаланып қалайық деп, қалай дайындық, жалпы өткен ойындар туралы не айта аласыздар? Біз негізі кез келген ойынға өте жақсы дайындаламыз, тыңғылықты, бүкіл күшімізді салып дайындаламыз. Енді бірақ сахнада әрине кейбір осал тұстарға байланысты. Біз кейде жақсы ойнаймыз, кейде нашар ойнаймыз, бірақ дегенмен айтқым келгені біздің дайындық үнемі мықты болады. Әр ойын соңғы ойын сияқты ойнап жүреміз ғой, в общем. Өткен ойында көрдік, өз планкаларыңыздан да биік секірдіңіздер деп айтуға болады. Бүгін сіздерде қарсылас Европолис. Сіздер білесіздер ме, Европолистің ойыны арқылы Рудныйдың тағдыры шешілетінін? Білеміз ғой, бүкіл топта барлығы ойын істеп, Рудныйдың өзі көмектесіп отыр, негізі оларға шығып, жазып, сахнаға ойнап деген сияқты. Көреміз енді бұйырса бүгін қалай болады бізді. Мысалда? Көп болып кетіп жатыр. 130 мың халқы бар Рудный. Сосын 400 мың халқы бар Орал. Жалпы қосқанда бір 530 мың болды ма? Сонша адам мына жақта қазір бір 1000 адамдай келеді, бір 531 мың 4 адамға қарсы ойнап отыр ғой. Біздің болельшік ары кетсе бір 7 адам келеді шығар, ито өзіміздің достар шы. Біздің болельшіктердің атауы Ақбөкендер. Өйткені олар қызыл кітапқа енген және күннен күнге азайып жатыр. Күшті сұхбат беріп жатсыздар. Жалпы осы турнирлар туралы не айта аласыздар? Өткен жылға қарағанда айырмашылық бар сияқты, интрига, бәсекелестік сезіледі. Өте көп болып тұр, негіз барлығы бірдей деңгейде ойнап жатыр. Еще бүгін соңғы ойын болса да әлі осы біздің топтағылар белгісіз де кім қалай шығады қазір осыған байланысты. Алдыңғы екі топтың да нелер бар, тағдыр шешілмегендер бар. Негізі былтыр енді осындай формат, эксперимент болғаннан кейін біз көп нәрсені әлі біле алмадық қой. Сол себепті кейде түсініспей дұрыс емес ойлап қалдық, кейбір стратегиялық жоспарларымыз іске асқан жоқ. Ал осы жылы жаңағы былтырғы сезонның бүкіл минус-плюстарын басқа командалар біліп, сезіп, соған дайындалып келген көрініп тұр. Сол үшін бұл сезон бір нақты фаворит бар деп айту қиын енді бұл сезонда. Қайталап айтудан жалықпаймын. Турлардың басында төменгі жақта аз ұпаймен тұрған командалар қазір список тізімнің бірінші болып, тізімде келесі турларға өтіп жатыр. Мүлдем түсініксіз жағдай болып жатыр. Ұйымдастырушылардың өздері ұқпай жүрміз. Жақсы, былай енді Жайдарманнан бөлек
сіздер туралы әңгіме қозғайық, себебі сіздерге мен мүлдем келмеппін сұхбат алуға. Шыңғыс, иә? Шын атыңыз Шыңғыс ғой, Чина деп айтып үйреніп қалыппыз біз. Шыңғыс хан, аха. Сіз сценарист екенсіз естідік. Сол сіз жазған кино жобалар бар дейді, соларды айтып кетіңізші көрермендерге. Енді негізі көп олар қысқа метражды фильмдер, бірақ енді қатты танымал емес. Енді соңғы кіріскен әлі жарыққа шықпаған жобамды айтуға болады. Ол «Бизнес по-казахски» Бразилия. Сол жерде енді мен айта алмаймын, барлық бүкіл сценарийді өзім бастан аяқ жазып шықтым деп, ол жерде авторлық құрам болды. Мен сол жерде атсалыстым автор ретінде. Ал жобаларыңыз қандай бар? Оны менің парақшама кіріп көре аласыздар. Кстати, Чина өзі енді ұялып тұрған жыр айтуға. В основном көбінесе қысқа метражды фильмдерді конкурстарға Чина жазды. Соның ішінде біреуі мен оны түсірдім. Чинаның сценарийін жазылған Нью-Йорк фильм академияға жолдама алды, ол фильм ұтып алдым. Және екінші фильм бар тоже, ол тоже самый Нью-Йорк фильм академияға ұтып алған. Ютубта бар, снять за 48 часов деген ютубқа кірсе, сол жерде Базар деген фильм бар. Ол жерде басқа жігіт түсірді, Класс деген Чинаның сценариймен. Және менің парақшамда тұр, ол екінші видео өзім түсірілген. Енді атау жоқ қой енді ол жерде, таба алмайсыз поисктен. Сол үшін такси деген атау, иә, возможно көрген шығарсыздар. Біздің жігіттер, иә, жалпы жайдарманшылар, олар барлық салада да жүреді. Қарапайым мысал, міне Шыңғысханды көріп отырсыздар, сценарист, ал Рамазан ол бізде кәсіпқой оператор деп айтсақ болады, режиссер, иә. Бұған дейін бірнеше конкурстарда орын алған. Тағы қандай жетістіктерің бар, соны айтып кетші, халық сіздерді білсін, танысын. Нью-Йоркқа жолдама керек болса, хабарласыңыз. Жетістік болғанда енді білмеймін, өзім мақтап отырмын, но жасап жүрміз осы саламызда. Сериалдар, бірнеше короткометражды фильмдар солар түсірдік. Ең бір күшті мақтанып айтатыным өзім десең. Ең алғашқы сериалым «Сыныптас» деген сериал бар. Осы тоже жайдарманшы Атудың жігіттері бар сол жақта. Иә, Майдың Атудың жігіттері сол жақтан түсірген. Қазір ютубта сол сериал бірінші сериясы 15 миллион просмотр жинап тұр. Көрдіңіз, құрметті көрермендер, біздің жігіттер жан жақты деп айтудан талмаймын. Сіздерді мақтан тұтамыз. Бүгінгі ойынға сәттілік сіздерге, иә. Өз топтарында алда келе жатқан саяси әзілдермен көрермендердің жүрегіне жол тапқан жігіттер деп айтсақ болады. Алматылық Эверест құрамасы жігіттер дайындық қалай, және жалпы чемпионат туралы ойларыңыз, пікірлеріңіз мүлдем түсініксіз жағдайлар өте көп сияқты. Иә, бірінші турдан үшінші турға дейін бір түсінікті болып келе жатқандай еді. Фавориттер шығып, аутсайдерлер пайда болып, енді кешегі абыройдың өзі мысалға соңғы орыннан тұрып, қазір топ бастап тұр ғой тобында. Өз айтпақшы 4 ұпаймен келіп, 11 ұпаймен үйге қайтып бара жатырмын дейді. Өте ешқандай мына команда фаворит деп нақты айту қиын болып қалды. Қазіргі сіздердің жағдайларыңыз қандай болып тұр? Қазір тобымызда 2-ші орындамыз, қыздар емес 1-ші орында. Бүгін соңғы ойындарымызды ойнаймыз топтағы. Қыздар емес те бізде қауіп бар ма? Кірмей қалу, өтпей қалу? Иә, қауіп бар. Бұған дейін сәл бір сенімділік пайда болып келе жатыр еді. Дегенмен медиум мен ойын барлығын өзгертіп тастады. Өте бір күтпеген жағдайлардың бірі. Мүмкін асфик болмағаннан кейін жеңіліп қалдыңыздар ма? Сол деп ойлап тұрмыз. Қайда болдыңыз? Мен жұмыста болдым. Енді бүгін бәрін шешіп жеңейін деп келдіңіз ба? Құдай қаласа, иә. Бүгінгі қарсылас Абибас. Барлығы асфиндерға не беріп жатыр, давление жасап жатыр осылай. Сен келді енді ұту керек қой деп. Сөйлемеймін вообще бұл ойында бірақ. Иә. Тұмар болып тұрам дегенше. Жақсы, келесі сұрақты мен Қанатқа қойғым кеп тұр. Мен бірінші влогта айтып едім ғой, Ақботада жаңағы ойынға келді, ол қалай болды, сол туралы сұраймын деп, иә. Өте қуаныштымыз біз осындай отағасы болып, өте керемет шешім қабылдағаныңыз үшін. Иә, бәрібірден андай. Бұған дейін рұқсат бермегеніңізді білеміз. Енді рұқсат беруге не себеп болды? Рұқсат бермеу емес, сол жерде келісіммен шешілді бәрі. Оның жалпы жайдарман ойнап жүргендіктен оның желаниясын түсінем. Сол үшін солай келістік ас үйде. Ас үйде, жақсы. Чемпиондыққа талас болған жағдайда отбасыда тсаяқ сылдырламай ма екен? Жоқ, бізде пластмасса ыдыстар ғой бәрі. Анекдот ема. Жоқ, сылдырламайды. Бір үйден... Екеуіне де бірдей қуана аламын мен, оны білмеймін. Бір үйден бір чемпион шыққан дұрыс сияқты? Кім болса да маңызды емес сияқты? Биыл біреуі, келесі жылы біреуі шықса да болады. Бәрекелді, жігіттер мойынсынған екен? Жоқ. Биыл мойынсына салайық.
Жақсы жігіттер, жалпы өмірде немен айналысасыздар? Сол да қызық сияқты көрермендерге. Біз енді бәріміз студентпіз, басқа болдық. Мына жігіттерден сұрайықшы, мына жігіттер әсіресе немен айналысады? Бекося, сізді күшті билейді деп естідім. Күшті билейді деп естідім. Кім айтты? Билейді. Өтірік айтады. Әдейі күлдіріп үшін айтып отыр. Бокспен айналысып жүр қазір. Боксын көрейік. Негізі былай айта салайын. Азанда СММ жұмысын атқарам. Обедте мұғалімдік жұмыс, мектепте 7 сыныптарға сабақ беремін. Мектепте кәдімгі. Дышыда енді. Басыңыз бос па? Бос әрине. Кешке жақын өзім бөлек хоббиім бар, сүйіктісім шаш аламын. Көрдіңіздер ғой қыздар, 3 бірдей істің басын қосып жүр, басы бос. Осындай пысық жігіттерді неге ұстап алмасқа? Мен банк қызметкермін. 3 жыл болды. Адамдарға звондайтынсыз ба? Просрочка ет қалды деп? Үй алып беремін мен. Үй алып бересіз? Ақшасы көп. Басыңыз бос па? Басым бос. Хабарласыңыздар қыздар. Оп деп сразу алыс кетейін. Былайны. Бұл кісінің статусын білеміз енді. Бізде шаштар аз болғаны, кстати, Жайдарманда көп адамдардың шашын осы кісі алған. Байқасаңыздар, Жайдарманда көрермендердің де шашын алып жүр қазір. Айдын Мұңайтпасов деген кісі бар бізде қазір. Ату командасының жетекшісі болған кісі. Сол кісінің әдемі шашын алып берді. Осы Бекондайдың арқасы барлығы. Күшті. Бір қошемет қояйық. Қыз балалардың шашын алмайсыз? Жоқ, қалған. Жарайды. Қой, Бекондай, қой. Сіз не сұрадыңыз менен? Сіз немен айналысыз? Мен қазір баскетболдан сабақ беріп жүрмін. Неде? Алматы қаласында. Серьезно ма? Шынымен. Ондай да бол. Хоббиім болған. Мектеп кезінде баскетболмен айналысқан. Немен кәсіпшілер болмайды ол. Бет-бет тұрасың да. Не? Хоп. Көрдіңіз ма? Жақсы. Сіз жұмысыңыз қатты сияқты келе алмай қалғаныңызға қарағанда. Мен КМБ-да жұмыс жасаймын. Сосын машина алып сатамын. Перекупщик. Жігіттердің құпиясы іште жатпайды, барлығын айтып тастады. Жігіттер, онда бүгінгі ойынға сіздерге сәттілік. Енді келесі плей-офф ойындарда сіздерден осылай сұхбат алып тұру жассын дейге. Бұйырсын. Сол, рахмет жігіттер. Рахмет сізге де. Ұшып кету қауіпі. Жаман қауіпті аймақта тұр. 4 ұпай болу керек па, ұшпау үшін? Қыздар емес. Қыздар емес. Жеңу керек 4-0 есебімен. Барымыз саламыз енді. Жаңа өзіңдіктер білесіздер, соңына дейін барады, жарты жолдан қайтпайды. 1% үміт болса да, сол үміттің қасына 2-0 қосып, 100% үмітпен жеңуге тырысамыз. Өте керемет айтылған сөз. Соңына дейін мүмкіндіктер бар турнир болып тұр ғой, былай айтқанда ше. Үмітімді үзіп, мен өтпеймін деп те кете алмайтын болып тұр бұл жерде. Дайындық қалай? Бүгін бір Тосынсыймен келіп отыр деп естідім. Тосынсый бір шетелден международный ойын болайын деп тұр, шетелден қонақ шақырдық. Көресіздер оны сахнада, кім екен айтпай қояйық. Бірақ елге ғаламторда өзінің өнерін паш еткен бір жұлдызы, керемет жұлдыз. Жалпы турнир туралы не айта аласыздар? Қиынға соғып жатыр ма? Енді бірінші жыл келіп отырсыздар. Бірінші жыл келгенмен 15 жыл ойнадық Жайдарманда. Ол жай батылға бірінші рет біз. Жай батыл дейді ғой. Жалпы жекпе-жек. Жекпе-жекке бірінші рет біз өте керемет тартысты ойын. Былайша айтқанда әр команданың ойынын бір тағдыр емес, былай жан-жақты қылып көрсетеді. 5 ойын ойнайсың да бір маусымға келгенде ол дейтін команданың өзінің шыналады десек те болады. Оған қоса медийный жағын команда толықтай ашылады деген сияқты. Бәрімен де жекпе-жек ойнадық. Мына Әбибас бауырларымыз да тұр. Ең бірінші сіздерден бастадық. 4-0-ден бастадық. Жекпе-жек сахнаның сыртында болып жүрген жоқ па жекпе-жек? Жоқ, достық мекені кеш. Достық мекені Сыртында olsa жеңілеміз. Молодец, жақсы жігіттер екенсіз. Жақсы, онда сіздерге бүгінгі ойынға сәттілік. Біз барлығы үшін жанкүйерміз, көрермендер де, біздер де. Себебі бұл еңбек, бұл қаншама енді еңбек қой бірінші очередь сол. Еңбектеріңіз ақталсын, рахмет. Әмин айтқанымыз. Бүгінгі қарсылас кім? Және Эверест. Қатты дайындалып жатқан сияқты. Олар да қатты дайындап жатыр, біз де барымыз таладық. Соңғы ойын туралы не айта аласың, Тима? Біз медиум ойнаған ба? Медиум тең-бетең ойнап шығып кетті өкінішке орай. Бірақ енді біздің қатысымыз жоқ, бізде енді ешкім ұтылғысы келіп ойнамайды ғой. Бірақ ол сезонның біз үшін ең ауыр ойыны болды сол. Дайындықтарыңыз? Қыздарыңызге қарсы олай ойындаған жоқпыз. Мәссаған, көрдіңіздер ғой көрермендер, медиумның өзі Әбибасты сәл қобалжытқан. Бұл соңғы 2 тур біз күтпеген нәтижелер болып жатыр, командалар түсініксіз ретте тұр. Қазірдің өзінде өту-өтпеу деген әңгіменің өзі айтылу қиын. Андай болып жатыр, сізге бір кухняны айтайын, біз білмейтін. Бізді группаларды кім-кіммен ойнайтын есеппен айтып қойды ғой.
енді оңай қарсылас жоқ, бірақ басты фаворитке ешкім түскісі келмей, кейбір командаға бүгін жеңілген жақсы. Келесі қарсыласы группадан шыққанда оңай болады. Түсініпсіз ба? Не айтып тұрмын? Сосын бізге де бүгін құттай, бірақ мейлі бізге енді. Бүгін жеңеміз деп ойлаймыз, бірақ Эверест енді осы сезонның басты несі ғой, фавориті, сондықтан андай менсінбеушілік қарап тұрғанша өзі мынандай бар, олай бола ма білмеймін. Эверест өрттөл жеңсек дежавю ұшып кетеді, өтіп тұрған дежавю ұшып кетеді, мәссаған медиум өтіп кетеді. Жігіттер қатты айналған, жігіттер қол. Жоқ, мен атам деген жоқпын, просто калашник анан дыбыс шықпайды еще атылып кетсе. Не істейсіз, кімге қолдау көрсетесіздер? Ренжіп жүрмін мен. Ойнап айтамын, бәрі дерскі. Жоқ, жанкүйерлеріңіздің реніші парақшада көрініп жатыр. Барлық жерде жазылып тұр. Естіп атып, көріп атық барлығын. Не айтасыз жанкүйерлеріңізге? Ең басты өз мінім шықты ғой, соған қуаныштымын болды. Ар жағында енді Қазылар алқасының кейбір қателіктері ол өздеріне байланысты да. Команда ең бастысы бір-бірімізге ренжіген жоқпыз. Бір-бірімізге шын жүректен тілекші болып қолдадық. Бастысы жанкүйерлердің жүрегінен орын таба білген, есінде қалатын командалардың бірісіздер. Шүкір, Аллаға шүкір. Сондай абыроймен кетіп жатқанымызға қуаныштымыз. Жылағың келіп тұр ғой сенің? Мен сүйікті командалардың бірісіңдер ғой. Келесі жыл күтемін сіздерді. Бұйырса келеміз ғой, амандық болса. Күтеміз, рахмет. Біз байқағанымызда мына жерде Европолистің құрамасынан бөлек Рудныйдың жігіттері жүрген. Не істеуші дуат келсіз? Жуалы да жүр, міне бәрі осы жерде. Бәрі қарап қалған бір-біріне. Әдем болып кеттің ба? Жақсы. Не істеуші, айта беріңіз. Мен жұмыс көмектесушіміз. Бізге, қыл үстінде тұрмыз ғой біз. Бізге өту үшін бүгін Европолис 4-0 жеңу керек. Мәссаған. Соны біз Европолис балаларына сәл-сәл бүйтіп көмектесіп жүрсек па деп. Европолистің қарсыластары кімдер еді? Арнайы әділет үшін. Арнайы әділет үшін де жеңу үшін екі команда бірге ойнап жатсыздар ма? Екі команда емес, мен ойнаймын, сосын Абзал екеуміз ойнаймыз. Былай қатты полный бізде сценарий жоқ, просто бір шығып, бір екі шығып. Сол көмектесейік деп келдіңіздер ғой, Европолистің жігіттері қайда екен? Көрейікші, өздерінен де біраз сұрап. Мирас келіңіз. Не істеп жатырсыздар? Бұл не деген төңкеріс болып жатыр мына жақта? Бізге айтты, көмектесейік деді, түнде келді. Бұл жерде қараңыздаршы, сіздер Рудныйға көмектескілеріңіз келіп жатыр ма, әлде өздеріңіз жеңгілеріңіз келіп жатыр ма? Жеңіміз келіп тұр ғой, кетер кезде абыроймен сақтап қалып, келесі жылға өз тастап кететіндей кеткіміз келіп тұр. Құшап халық келесі жылы жақсы қарсылап атындай қылып. Онда сіздерге біреудің ұшқанын қалап, ондай ештеңе жоқ, бәрі бірдей бауырларымыз. Бұл жерде барлығы бір-бірімен дос, көмектесіп жатыр. Бірақ та сонда да бір кезер кезде әдемі бір ойын есте қаларлықтай дүние жасап кеткілеріңізге жүр ғой. Жарайды, онда сіздердің уақыттарыңыз бүгінмен сәттілік. Қош келдіңіз Қазақстанға, жалпы Жайдарманға қош келдіңіз. Бүгін Батырқалаға көмектесіп, Батырқала плей-офф кезеңдерге өтіп жатыр. Қалай екен сахна, және бұндай Қазақстанда танымалмын деп ойладыңыз өзіңізде? Ойламадық бұл жерге, енді бір жаққа келгенде балалар ілтимас етіп, Астанаға бірінші мәрте келуім. Енді Құдай қаласа ендігі жағында келеміз деген, балаларға бір жәрдем беріп, бұндай сахнада болуын көрген жоқпын, бірінші мәрте көрім. Сахнаң зор екен. Енді келеді, Құдай қаласа тез-тез кеттім, Астанаға мощный. Ұнап жатыр ма Астана? Жалпы бүйтіп әлеуметтік желіде танымал болып кетем деген ой болды ма сізде? Ондай ой болған жоқ. Енді білмайдың балалардың өзі ілтимасымен сен бұяқта хитсаң, кеп кет дегенім ондай бұл дәрежеде болады деп ойлаған жоқпын. Жақсы екен. Бұяқта сонша халық құрмет етіп жатырыпты. Рахмет Қазақстан халқына. Келген жұртыңызға да бір ауыз сәлем айтсаңыз, Қазақстанды көретін, осы Жайдарманды көретін көрермендеріміз бар бізде. Жайдарманды көретін көрермендерге рахмет. Аман болың. Сәлемге сәлем. Құдай қаласа бір тез-тезден енді келіп тұрамыз. Хаммеге аман болың. Соңғы рет сұрайыншы, жаңа ғана қатты танымал болып кеткен жерін айтып жібересіз бізге? Азизжанды қалдырма деген жерін. Біреудің тойында бір жырларға айтып, соны айтып берсем, айтып берейін. Азизжанды қалдырма, машинға мінсе шу деген, қыз көрінсе қу деген, ыржиып қана тұрады, гәпті яман ұрады деген жер. Ой, бәрекелді, көп рахмет аға. Келіп тұрыңыз, сізді әрдайым қуанышпен қарсы аламыз сізге. Рахмет аға.
Осымен біздің апталық ойындар өз мәресіне келіп жетті. Нәтижелерін сіздер Жайдарман офишал парақшасынан көретін боласыздар. Енді Есен ағамыздан өзінен толық қорытындылау естісек деп отырмыз. Бұл жерде енді көрермендерде жалпы ойынға келіп, кейін енді әлеуметтік желі ютубтан қарап әртүрлі пікірлер туындайды. Жалпы енді осы соңғы тур ойындары сөздің ашығы керек. Біреудің дайындығы бар, біреудің сол сәтте сол күнге жаңған бағы бар деген секілді әркімге жеңіс әртүрлі келеді. Сондықтан әрқайсысының өзінің орны бар. Көп команда жаңалық болып келді. Мысалы, былтырғы жекпе-жектер бір алдын ала кейбір жағдайда түсінікті болып, осы команда жеңеді-ау деген сияқты ойда болсақ, бұл маусымдағы топтық жекпе-жектер өте тартысты өтті. Тіпті бір ғана жаңағы әзілмен немесе бір ғана қонағымен жеңіске жетіп жатқан командалар да болды. Енді оның әрқайсының өзінің ақтап алатын тұстары бар. Сондықтан да Жайдарман осынысымен қызық. Біз әлі айтады ғой, енді біз енді дамып бір шегіне жеттік деген әңгіме болмайды. Ол адам болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Сондықтан жалпы жеңіске жеткен барлық командаларды құттықтаймын. Кейбір командалар кейінгі маусымда да күтеміз. Келер жылы бұдан да қызықты ойындар өтеді. Сондықтан да алдағы плей-офф ойындар ол да өте қызықты өтетініне сенімдімін. Сол. Көп рахмет. Есен аға, осымен біздің топтық кезеңдер өз мәресіне келіп жетті. Ендігі айларда сіздер командалардың плей-оффтық ойындарын көретін боласыздар. Сіздермен болған Жайдарман влог, мен Хан Алтынай, Есен Елеукен. Келесі влогтарда кездескенше.